қан ізі және пышақтың жаңағы ізі болған курткасы кейіннен подвалда коляскадан табылған. Ал Айгүлдің денесі табылған киімде ешқандай жаңа жарақат жоқ. Ешқандай жаңа киімі кескіленбеген. Яғни бұдан сараптама қорытындысында жазылған, нақты жазылған. Айгүлді ол қайтыс болғаннан кейін басқа киім кигізген деп. Енді өлі денеге киім кигізу ол бір адамның қолынан келетін дүние емес. Себебі адам денесінен жан шыққаннан кейін ол қатып қалады ғой. Оның басынан 2 соққы тиген. Бір соққы жаңағы басының арт жағынан келген. Басының шүйдесінен келген. Тупой предмет дейді. Доғал, яғни қатты затпен ұрғаннан. Жаңағы және жылу батареясына бір темірге бір құлағаннан, себебі сол бір жарақатында жаңағы эмальдің ізі қалған. Екінші жарақаты жаңағы басты тесіп өткен ғой. Енді біз ойлаймыз, Айгүл жаңағы Натальямен қарсыласып жатқан кезде мүмкін артынан Донцов ұрды. Енді осы мәселеге қатысты айтып кеткім келеді. Айгүл 4-нен бастап жоғалды, біз оның мәйітін 16-сы күні ғана таптық. Олар 12 күн бойы жаңағы мәйітті қай жақта жасырды, ол анықталмаған мәселе. Полиция оны анықтаған жоқ.